оқушылар, бүгін қазақ ел салт дәстүр бойынша сабаққа қош келдіңдер. Бірінші топқа бірігіп алайық. Мен сендерге қазір қолымдағы қобдишаны бәріне ұсынамын. Сендер қай түсті алсаңдар, сол топқа барып отырасыңдар. Түсінікті ғой? Ал бастайық. Ал. Домбыра тобынан үй тапсырмасына кім жауап береді екен? Ал Еркенас жауап береді. Бірінші тақтаға шығып, қай ізді таңдаймыз? Сол ізді алып, артындағы жасырынған сұрақты оқимыз. Келе ғой, ортаға. Дауыстап оқи ғой. Салт дәстүрдің тәрбиелік мәні. Бірінші, қазақтар салт дәстүрді бала дүниеге келген кезінде ер жетіп, тәрбиесіне, келін түсіріп, қыз ұзатуына сол салт дәстүрді бағынады. Кодексте жоқ, болмаса да қазақтар салт дәстүрлерді ылғи ұстанып жүреді. Жарайсыз, өзіміз үйде салт дәстүр ұстанамыз ба? Әрине ұстанамыз. Ұстанбасақ біз қазақ деген атымызды жойдық. Жарайсыз, отыра ғой Еркенас. Ал тобынан үй тапсырмасы бойынша кішірап етіп жүр. Байғазы деген салт дәстүр бар. Тағы ұмыт болып кеткен. Бұрында ата-бабаларымыз және қымыз мұрындық деген салт дәстүріміз бар. Жарайсың. Қымыз мұрындықта бізде ата-бабаларымыз бұрында бие сауған кезде көршілері мұрындыққа шақырып Үшінші топтан Сырнай тобынан үй тапсырмасы бойынша кім шығады екен? Келесі үшінші топтан. Бар ма? Толықты жүрек оқшы. Оқушылар төртінші топ бойынша ең соңғы бізде із қалды. Тақтаға кім жауап береді үй тапсырмасы бойынша? Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбымыз біз интербелсенді тақтаға қарай отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын табамыз. Ал бәріміз назарымызды интербелсенді тақтаға аударамыз. Тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында түрлі жиын тойларда қуаныш болғанда той қуаныш иесіне арнап қол жайып бата береді. Бесікке бөлу. Нәрестені алғаш бесікке салу рәсімі. Баланы алғашқы бөлу үлгілі отба өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Сәби дүниеге келгеннен кейін 40 күн өткенде сүт тырнағы мен қарын шашы алынып, тербелер салынған суға шомылдырылады. Сүйінші қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық. Қуанышты сәттерді алғаш хабарлаушы сүйінші сұрайды. Сүйіншіге бағалы зат немесе ақша беріледі. Сүндетке отырғызу. Бұл дәстүр бойынша ата-бабаларымыз Бейне баянды тамашалай отырып, бүгінгі біздің сабағымыз тақырып қандай екен? Қазақтың салт дәстүрлері. Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың салт дәстүрлері екен. Бірінші бүгінгі дәптерімізге күнімен тақырыпты жазып қоямыз. Жалғастырамыз, бірінші бала дүниеге келген кезде қандай салт дәстүр орын алады дейді? Қандай? Қырқынан шығару. Дұрыс айтасың, қырқынан шығару. Одан кішкене өскен соң бесікке салу, бағым сосын қарайсыз. Сол кесер, және де шердехана, сосын бүйрәмен сүндетке отырғызу, өте дұрыс. Тағы да қандай салт дәстүрлер білеміз? Отбасыда қандай салт дәстүрлер ұстанамыз? Бет ашар. Келін түскен кезде біз міндетті түрде бет ашарсыз. Ал енді оқушылар, тақтаға назарымызды аударамыз. Бізде жасырынған 4 сан бар. Санды таңдай отырып, ішіндегі салт дәстүрге біз не істейміз? Өзіміздің қандай салт дәстүр екенімізді айтамыз. Бірінші топ келе ғой. Қай сан таңдаймыз? 2. Ашады. Екінші санда қандай салт дәстүр жасырынған екен?
Сүйінші дегеніміз қандай салт дәстүр? Өз бойды да. Bir жақсы қабла, көргенді сүйінші деп айтады. Көбінесе бала туғанда, бір жеңіс болғанда сүйінші сұрап келеді. Сүйінші сұрап келген адамымыз құр Аллахан жібере саламыз ба? Жоқ, оған кәдесі, яғни ақша немесе басқа бір заттар береді. Өте дұрыс, жарайсың. Жақсы. Тамаша, екінші топтан қобыз тобынан кім ашады? Көркем. Келе ғой. Ал Көркем қай санды таңдаймыз? Бір. Ашамыз. Бір санында бізде қандай салт дәстүр жасырынған екен? Базарлық. Айтамын. Базарлық деген қандай салт дәстүр бізде? Мысалы, бір қыдыр балалар кезде өзі туризмді қыдырсаларға, адамдарға саталып келесің. Дұрыс айтасың. Соны топ бізде Сырнай тобынан кім шығады? Рахима шығады. Қай санды таңдаймыз? 4. Ал енді бізде 4 санын ашсақ бізде қандай салт дәстүр бар? Көрімдік және байғазы. Көрімдікті келін түскенде, болмаса жаңа нәрсе алғанда береді. Ал байғазыны, мысалы, сен полицияда жұмыс істеп, саған сындай берсе, сен олардан байғазы сұрап барсан, саған байғазы береді. Дұрыс айтасың. Бұның айырмашылығы оқша толықтыра кетейін, көрімдік деген жанды заттарға береді. Мысалға, адам жанды, біз үшін көрімдік сұрайды. Егер отбасына жаңа келін келсе, келінді көрсету үшін көрімдік сұрайды. Ал байғазы дегеніміз жансыз заттарға беріледі. Сый, ол мысалға біз көлік алса, жаңа үй сатып алса, соған біз не сұрайды екенбіз? Байғазы сұрайды екенбіз. Өте жақсы. Келесі топ бізде жерге келе ғой. Ал келе ғой. Бізде 3 санын ашамыз. Бұнда сәлемдеме дәстүрі жазылған. Сәлемдеме дегеніміз, менің ағам мысалы Астанада оқитын болса, мен оған азық-түлік немесе керекті жарақ жолдап жіберсем, ол сәлемдеме дәстүрі болады. Жарайсың, тамаша. Ал енді оқушылар бірінші топ бізде домбыра қойылып, өздері балаға ат қою рәсімін, салт дәстүрі сахнаға көрсетеді. Ал бастайық, иә? Қош келдіңіз. Бүгін біздің шаңыраққа нәресте келеді. Сол нәрестенің атын арнайы сізге қойдырайын деп едік. Келін. Ал ендеше дүниеге сәби келіпті. Ендеше сәбидің атын қояйық. Сенің атың Айдын, сенің атың Айдын, сенің атың Айдын. Ал сәбиге бата береді. Аламан болып төрілесің, ақсақал болып, аламан болып ертеңсің, ақсақал болып төрілесің. Ғұмыры болсын, қоспан тұрдай көрікті, ұғымы болсын ерікті, мінезі болсын салмақты, азамат болсын қайратты. Осы айтқаның бәрі қабыл болсын, Алла берсін сормақты. Біздің қобыз тобымыз өздерінің ертегілерін құрастырып, қасым ертегілерін оқып береді. Ал бастайық. Ерте қазақ елінің патшасы өмір сүріпті. Ол патшаның айдай сұлу қызы бар еді. Қызын ауыз елдегі батыр ұрлап кетеді. Хан өз елінің батырын шақырып, менің қызымның батыр ұрлап кетті. Сенің көйлегің керек, барып алып келе аласың ба? дейді. Жарайды, алу-жарағымды жинап аттанайын. Жарайсыңдар. Келесі кім жалғастырады? Көркем. Сонда батырдың үйіне жетеді. Батырға ханшайымды босат дейді. Ал батыр, жоқ, босата алмаймын. Әуелі неме шайқас деп айтады. Еліне оралып ханшайымды ханға тастайды. Хан батырға қызын жар етіп, патшасымен келіп ханшайымға сырға салып, өз үйіне
Bizde 3-chi top chiqdi. 3-chi topga bergan kubizm әдісі. Qirqdan шығарып туралы мәліметтер айтып кетейін. Qirqdan шығаруға бала сәби дүниеге келген кезде оны 40 күн өтпей сүтті наған қарын шашын алмайды. Сосын бала 40 күн өткен соң онада баланы шомылдырады. Оның ішіне күміс, алтын, тиындар салады. Содан кейін ең ақылды, үлкен деген апаларға 40 қасық су құйдырады. Далаға шығармайды, сүттің қарын шашын мүлдем қимайды. Өйткені оның заңы бұзса, бала бақытсыз әрі дәулетсіз болады дейді. Ол жерде қырқынан шығару балаға ат қою ішінде ғана есікке салу Негізі алдына домбыра, кітап, ақша және үйдің кілті деген заттарды қояды. Ал егер сол заттың біреуін болса, соған байланысты болжысы. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша сендерді бағалап өтейін. Бақытжан бүгін бізде 7 балл, Ернар бізде 8 балл, Еркеназ бізде 8 балл, Айым 8 балл, Мақпал бізде 7 балл, Көркем бізде 8 балл, Сандуғаш 8 балл, Ерасыл бізде 8 балл, Рахима бізде Сырнай тобында 8 балл, Інжумаржан бізде 8 балл, Алихан бізде 7 балл, келесі топтан бізде Жетіген тобында Айсәуле 8 балл, Бағым 8 балл, Дәулет 8 балл деп бағалаймыз. Үйге тапсырма жазып аламыз. Үйге тапсырма бойынша 5-ші тапсырманы орындап келеміз.